Құрылтай сайлаудың алдын ала нәтижесі бойынша әділет басым түсті. Екі партия қажетті межені жинай алмады. Олар Байтақ пен Қазақстан халық партиясы. Сайлау қорытындысы бойынша 5% межеден 5 партия өтті. Әділет, Ауыл, Ақжол, Республика және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы. Орталық сайлау комиссиясы 23 тамызда өткен Құрылтай депутаттарының сайлауы бойынша нақтыланған алдын ала нәтижелерді осылай жариялады. Ең жоғары көрсеткішті Әділет партиясы көрсетті. Партияға 6.528.948 сайлаушы дауыс берген. Бұл жалпы дауыстың 71,17%-ын құрайды. Қалған партиялардың нәтижесіне тоқталсам, ЖСТП 5,11%, Байтақ 1,07%, Қазақстан халық партиясы 3,11%, Ауыл 6,26%, ал Ақжол партиясы 5,21%, Республика 5,56% дауыс жинаған. Ал 20,30,446 сайлаушы, яғни 2,51% барлық партияға қарсы дауыс берген. Құрметті қазақстандықтар, осылайша бүгін біз Құрылтай депутаттарын сайлаудың алдын ала нәтижелерін жарияладық. Сайлау процесінің барлық кезеңдерінде ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз етуге, азаматтардың сайлау құқықтарын толық жүзеге асыруына қажетті жағдай жасауға баса мән берілді. Сайлау туралы конституциялық заңның нормаларына сәйкес, Құрылтай сайлауының қорытындылары орталық сайлау комиссиясының отырысында сайлау өткізілген күннен бастап 10 күннен кешіктірілмейтін мерзімде белгіленеді және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. Бірақ бұл партиялардың әрқайсысы Құрылтайдан қанша мандат алатыны әзірге белгісіз. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісовтің айтуынша, мандаттар партиялардың алған дауыстарына қарай арнайы формуламен есептеледі. 5%-дан жоғары дауыс жинаған партияларға берілген дауыстар 145 мандатқа бөлінеді. Осы есептеуден кейін әр партияға қанша мандат тиесілі екені анықталады. Әділет ТВ, Астанадан.